бұл сабақта люметри, пресет және түстермен жұмыс жасауда үйренетін боламыз. Жалпы мұнда профессионалды камераға түсірілген видео тұр. Бұл видеоның түсірілген стилі влог стилінде, яғни влог стилінде түстердің анықтылығы өте төменгі деңгейде болады. Бұл режим болашақта түстермен жұмыс жасау оңай болу үшін түсіріледі. Цветокоррекциямен айналысатын колористерге арналған режим. Бұл видеоның түсін өзгерту үшін эффекті терезесінің ішінде пресет деген жерден дайын түстерді қолдансақ болады, немесе люметри эффектілерін қолдансақ болады. Эффекті терезесінің ішінде шаблонның настроек люметри папкасын ашамыз. Оның ішінде түрлі эффектілер бар. Кез келген біреуін таңдап көрейік және өзіміздің видеоға салайық. Қарасаңыз, дайын түс. Енді жай ғана түсті алып тастағыңыз келсе, артқа қайтара аласыз, Ctrl-Z, немесе мұнда біздің эффект енгізілді, эффекті таңдап, Delete кнопкасымен өшіре аламыз. Осылайша өзімізге керекті эффектін таңдайық. Бұл жерде маған ұнаған эффект ол камеры SL голубая луна пресеті. Жалпы пресет деген ол дайын эффектілердің үлгісі. Дайындаған эффекттерді қайта-қайта копировать, ставить арқылы көшіріп отырмас үшін өзіңіз пресет ретінде сақтап қойсаңыз болады. Оны сабақтың ортасына қарай көрсететін боламын. Бұл жерде байқасаңыз, түсі қанық және өте әдемі түске енді. До эффектісін көргіңіз келсе, FX батырмасын басасыз. Яғни бұл эффект енгізілмей тұрған кездегі бейнесі. FX-ті басамыз. Бұл дайын люметри эффектісі енгізілген кезде. Енді өзіміз қолдан люметри эффектісімен жұмыс жасап көрейік. Ол үшін бұл эффектін алып тастаймыз. Эффекті параметрдің ішіне люметри деп жазамыз. Ең төменгі жағында сіздерде цвет люметри деген эффекті алып видеоңызға қоясыз. Қойған кезде сізде осындай параметрлер пайда болады. Базовая коррекция деген ол жалпы видеодағы жарықтар, көлеңке, ақтар, экспозиция секілді параметрлерге жауап береді. Мысалы, мұнда бірінші көріп тұрғандарыңыз температура, оттенок. Температураны арттыратын болсақ, ол видеоның жылы немесе суық болуына әкеледі. Оңға қарай жылжысаңыз байқағандарыңыздай видео қызыл түске боянуда, солға қарай бұрасаңыздар көкке боянады. Қазірше бізде нөлде тұра берсін. Оттенок ол жаңағы түсті өзгертетін болады видеоны толықтай. Мысалы, розовый, жасыл деген секілді. Нөлге қоямыз. Экспозиция бұл видеоның жарықтығына жауап береді. Экспозицияны қатты көтермеген дұрыс. Өйткені қатты көтерген сайын видеодағы жарық элементтер өте жарық болып кетеді. Бізге керегі бір жетеді. Одан кейін контраст. Контраст әр түстің басқа түстерден ерекшелігіне жауап береді. Оны да тіпті 80-ге дейін көтерсек болады. Астына түсіреміз. Подсветка. Бұл видеодағы жарық орындарды көрсетеді. Мұны арттырсақ, жарық орындар одан сайын жарық болады. Немесе төмендетуге де болады. Біз қазірше жарықтатайық. Тени. Бұл көлеңкелі жерлерді көрсетеді. Төмендететін болсақ, байқасаңыздар, көлеңкелі жерлер қанық түске боянуда, арттырсаңыздар, жарық түске боянады. Кетеміз. Белый параметрін кішкене ғана өзгертсек болады. Черные астына түсірейік. Насыщенность түстің қанықтылығына жауап береді. Өзім жалпы көбінесе 130-140-қа қоямын. Бұл жалпы люметри эффектісінің ең негізгі параметрлері. Бұл түстерді өзіңіз қалағанша өзгертсеңіз болады. Себебі әртүрлі видеода люметри эффектісі әртүрлі әсер етуі мүмкін. Сол үшін бір эффектіні сіз барлық видеоға қолданып шыға алмайсыз. Әр видеоның өзінің люметри эффектісі болады. Жалпы люметри эффектісінде өзгертетін нәрселер өте көп. Мен сіздерге ең маңызды және өзім қолданатын параметрлерді көрсететін боламын. Мысалы, мұнда HSL дополнительно деген параметрді ашсаңыз, мұндай пипеткаларды көресіз. Бұл пипеткалар
сіздер белгілі бір түстерді өзгерту кезде қолдансаңыздар болады. Мысалы бізде қоңыр түс өте көп, сол үшін қоңыр түсті өзгерту керек. Ол үшін выбрать цвет параметріндегі пипетканы таңдап, түсті таңдаймыз. Қандай түс таңдалғанын көру үшін мұнда төменде показать маску параметріне галочка қоямыз. Бізде белгіленген түс көрініп тұр, қоңыр түстер. Қоңыр түстердің таңдалу диапазонын арттыру үшін мұндағы параметрлерді өзгертсеңіздер болады. Мысалы, S. Мұнда адамның беті де белгіленген себебі, адамның бетіндегі түстер жаңағы киімнің түсімен бірдей болып тұр. Сондықтан да кішкене адамның бетіндегі терісінің түсі де қосылып тұр. Бұл таңдалған масканы өзгертіп көрейік. Төменге түссеңіздер, үлкен домалақ фигураны көресіздер. Бұл фигура жаңағы түсті өзгертуге көмектеседі. Мысалы таңдалған түсті көк түске бояғыңыз келсе, фигураны көк жаққа жылжытасыздар. Немесе қызыл түске қарай. Осылайша өздеріңіз жылжытып, қалаған түстерге боясаңыздар болады. Мұндағы параметрлердің барлығын өзгертіп, өзіңізге қажетті эффектін алсаңыз болады. Ендігі кезекте өзіңіз жасаған түсті қалай сақтау керек екенін көрсетейін. Ол үшін жасалынған эффектін оң жағын басамыз. Сохранить шаблон настройки деген параметр таңдаймыз. Атын жазайық. Мысалы, қоңыр пресет. Жалпы бұл шаблон настройкты пресет деп те айтса болады. Окей кнопкасын басамыз. Енді пресет папкасын ашсаңыз, сіздің пресетіңіз дайын тұр. Яғни сіз бұл пресетті кез келген видеоңызға қойып шыға аласыз. Бұл пресетті жалпы түс бойынша сәйкес келетін видеоларға қойған дұрыс. Мысалы, менде түс бойынша ұқсас бірнеше видеолар тұр. Осыларға қойып шығамын. Біріншісіне қойдым. Үшіншісіне. Келесі кезекте до и после эффектісін жасап көрейік. Ол үшін альтты басып, видеоны дубликат жасаймыз. Жоғарыдағы видеоның эффектісін алып тастаймыз. Эффекттің ішінен обрезать эффектісін таңдап видеоға қоямыз. Сонымен қатар менде видео басында вертикальный видео болған. Оны мен -90 градусқа бұру арқылы видеоны осы қалыпқа келтірдім. Яғни бастапқы қалпыда бұл. Осындай кейіпте болды. Енді қазір оны 90 градусқа бұрып осыған келтірдім. Келесіде біз бұл параметрді қолданған кезде бұл басқаша жұмыс жасайтын болады. Яғни слеваны арттыратын болсам, бұл асты жағынан қырқатын болады. Сол үшін сол жақтан оң жаққа қырқуды қолдану үшін сіз жай ғана басқа параметрді өзгертуіңіз қажет. Яғни сверху. Видеоның басын таңдаймыз. Анимация бастаймыз. Видеоның ортасына қарай анимацияны аяқталуын таңдаймыз. Ол жерде 0-ден 100%-ға дейін көтереміз. Енді қарап көрейік. Келесі кезекте Chroma Key аталатын эффектімен таныс болайық. Жалпы интернетке green screen деп жазсаңыз, көптеген видеолар таба аласыздар. Жалпы Chroma Key атыңыздағы фонды өзгерту үшін қолданылады. Мысалы, мұнда қарасаңыз, менде Jean-Claude Van Damme видеосы бар. Қырқып керек мөлшерін алып сақтап болады. Жалпы жасыл түс адамның терісінің түсінен айырмашылығы ең үлкен түс, сондықтан көбінесе жасыл түстер қолданылады. Сонымен қатар жасылмен қоса көк түстерді де қолданып жатады. Мұнда жасыл фонды алып тастау үшін эффекті ішіне кіреміз. Ультра K эффектісін іздейміз. Яғни ключ ультра алып видеомызға саламыз. Төмен түсіреміз. Мұнда эффектіміз енгізілді. Пипетка арқылы алып тастауға қажет түсті таңдаймыз. Осылайша интернетте жасыл түсті
түрлі видеолардың фонын алып тастауға болады. Тіпті Голливудтағы фильмдердің өзі солай түсіріледі. Сондықтан креатив үшін осындай хрома кейді видеоларыңызда қолдансаңыздар да болады. Келесі көрсеткім келетін нәрсе интернеттен алынған футаждарды видеоңыздың бетіне фон ретінде қолдану. Жалпы футаж деп видеоңызға көмектесетін кез келген видео материалды айтса болады. Мұнда менде интернеттен алған футаж бар. Байқасаңыздар, футажның размері видеоның размеріне келмей тұр. Кішкене размерін үлкейтеміз. Енді бұл видеоны өзіміздің бастапқы видеоның үстіне қояйық. Қырқып аламыз, қоямыз. Уақытын тоғылаймыз. Бізге мына видео керек емес, тастаймыз. Бізде бұл видео толықтай астындағы видеоны жауып қалды. Бізге керегі бұл видеоны беткі фон ретінде қолдану. Ол үшін видеоны басамыз. Және мұнда непрозрачность параметріне кірсеңіз, режим смешивания деген параметр бар. Мұнда обычныйдың орнына экран параметрін таңдаймыз. Сол кезде сізде видеоңыз беткі фонға айналады. Көрімділігін кішкене азайтайық. Енді басын қойып көрейік. Осылайша видеоңызға түрлі сән беретін футаждарды қолдансаңыздар болады. Сонымен қатар сіздерге коллаж жасауды да көрсетейін. Бірінші кезекте коллажда видео санын қанша болатынын анықтап алыңыз. Ал біздің кезекте ол 3 болсын. Сол үшін 3 рет дубликат жасаймыз. 3 рет дубликат жасадық. Енді видеоны кішірейтейік. Оны солға қарай бұрайық. Ортасындағы видеоны тағы да кішірейтеміз. Және оңға жылжытайық. Үшінші видеоны күшейтейік. Мұндағы видео астында күшейтеміз және оңға қарай жылжытамыз. Енді қарап көрейік. Осылайша түрлі коллаждар жасауға болады.